Yani birbirimizga mehrim shuag'ini tashlaymiz. Biz sizlarga zo'rlab tilaymiz. O'tira qo'yamiz. Biz sizlarga sa'ttilab tilaymiz. Rahmat. Yaxshi. Uyga qanday topshirma berildi? Biz o'tgan sabaqda ya'ni Qozog'istondagi otbasi kuniga байланысты matn bilan tanishib o'quv matni және tыңдалым matni o'qib, сол bo'yicha topshirma berilgan bo'ladi. Сол topshirmada niyatliga ya'ni kim o'qiydi? Alras o'qiydi. Ne isteu kerak ekan birinchi? Narada ya'ni men deydi Qo'g'on hayratga Zinat Ahmedova o'tbas tarbiyasi bilan qirg'izlar maktab maqsadlar bo'lib biz bo'ydan tutangan. Жақсы, ал не жазып берді? Негіз бойы анықтау керек. Maqsadda matn o'qimog'i o'tbas tarbiyasining ma'nozligini tushuntiruv, bola tarbiyasining onaning qursog'ining maslahatini ko'rsatuv, және Qozoqning dasturli tarbiyasining qundligini nasihatlaw. Negizgi o'yi bolaning minezi, bo'lajagi және өмірге деген ko'zqarashi o'tbasidagi tarbiyaga tікелей байланысты. Жарайды. Дұрыс па? Жақсы. Енді мен бүгінгі сабағымызда мынада көріп тұрсыздар, дискриптор тұр, 2 балды, яғни мәтіннің мақсатын түсінеді, негізгі ойды анықтайды деп тұр. Мен өзіміздің әр отбасының төрінде үлгі тұратын қазақтың киелі домбырасымен сіздерді өз-өздерін бағалайды деп, әділ бағалайды деп ойлаймын. Сондықтан мынада 10 балдық жүйе бойынша берілген. Осыған есімдеріңіз жазасыздар және өздеріңізді мынау балдық жүйе бойынша мәтіннің мақсатын түсініп сен соны жаздың ба, 1 балл қоясың, негізгі ойды анықтадың ба, міне оған 1 балл, сонда 2 балл. Ал егер де оның біреуі жоқ болса, оған 1 балл. Ал сол орындасақ тапсырманы неше қоямыз? 2 баллды аламыз. Алтаусында сіздер бесеусіздер. Алдарыңызда. Жақсы, тағы келесі басқа. Ал осы топта Диана оқи қой. Мәтіннің мақсаты Қазақтың дәстүрлі тәрбиесінің құндылықтарын насихаттау, мәтіннің оқырманға отбасы тәрбиесінің маңыздылығын түсіндіру, мәтіннің негізгі ойы ана мен әженің рөлін ерекше, ал ұлттық құндылықтарға негізделген тәрбие баланың дұрыс дамуына ықпал етеді. Жарайды. Жақсы. Кәні қатысын жаздық па? Барлығымыз дәптерді ашамыз. Мен тексеріп қарап шығамын. Сенде дәптер қой домбыраны. Қойса, өзің атын жаздың дұрыс. Мынаны шетке қоямыз. Былай жазамыз ғой. Ал жақсы, үй тапсырмасын орындап тұрсаң, Лаура оқысын. Мына тоқтар. Сіздерді сұрадық енді. Мәтіннің мақсаты оқырманға отбасыдағы тәрбиенің маңыздылығын түсіндіру, бала тәрбиесінің туылғаннан басталатынын көрсету, және де қазақтың салт дәстүрін дәріптеу. Мәтіннің негізгі ойы баланың болашағы, өмірге деген көзқарасының маңыздылығы, және де әженің рөлінің, анасының рөлінің ұлттық құндылықтарына негізделген тәрбие баланың дұрыс дамуына ықпал етеді. Өте жақсы, Лаураның жазған тыңдап қой, яғни сол тыңдалым мәтініндегі негізгі ойды, ондағы айтайын деген ойын нақтылап жақсы ашып тұрып жазып берді. Сен параллель оқисың ба? Арманға отбасы аңыздылығын түсіндіру, бола тәрбиенің ананың қарсағындағы басталатын. Ананың құрсағынан басталатын, яғни бала тәрбиесінің ананың құрсағында жатқанда басталатын, яғни көрсету депті, өте жақсы отыра ғой, негізгі ойын жазыпты, тәрбиенің құндылығын насихаттау депті. Жақсы, өте жақсы. Отбасы
Тағы не дейді осы мәтінде? Кәні қорытындылап жіберейік, тыңдалым мәтіні үйге берілген болатын. Тағы? Осы келінді тәрбиелеу арқылы осы іштегі баланы да тәрбиелеп отырған. Яғни келінді жақсылықтан аулақ, келінді жамандықтан аулақ болсын, жаман жерлерге апармай оған өте аз жұмыс істетіп, ішіндегі баланы сақтап, оған жақсы осы жақсы ұрпаққа тәрбие беріп жатыр. Яғни келіннің аяғы ауырлаған кезден бастап, өз бар ма мәтінде, ауырлаған кезден бастап не дейді? Сол келінге тек жақсы нәрсені көрсетіп, жақсы бұл іштегі бала дұрыс тәрбие алу үшін сол келінге жақсы тірліктер жасатып, жақсы көзқараспен, жақсы сөйлеп, тек жақсылықты ғана көрсеткен. Жамандықтан аулақ ұстап, жаман жерге бастырмай, түнде суға жібермей, ауыр тірліктер жасатпай, барлық келінге жағдай жасап, өйткені ол іштегі баланың өсіп өнуіне сол жағдай жасалып, және сол іштегі баланың тәрбиесін сонда отбасы мүшелері, ата, әжелеріміз, үлкендеріміз үлкен мән берген екен, иә? Міне, жақсы тағы не айтамыз? Түсіндік қой, иә? Алла ұра, қосымша айта ғой, бір ауыз. Биік тауға қарай, немереңнің өресі биік болсын деп, осы ата бабаларымыз бекерден бекер айтпайды. Яғни сол кезде бала анасының құшағында жатқандан бастап биік жерге қарап баланың өресі биік болсын деген сияқты осы қазақтың бұрыннан келе жатқан ырымдарын да дәріптеу, сол заманнан бері дәріптеп келе жатырмыз. Өте жақсы. Ал Диана, қосымша қосып алғанымызда ұлдар қазір сөйлейміз, Ерасыл. Және де бала дүниеге келгеннен кейін барлығы той тойлап, кіндігін кескенге дейін 40 күн тойлайды. Себебі бала дүниеге келгеннен кейін ол жақсы энергиямен, жақсы немен шығу үшін барлығы солай бала дүние есігін ашқаннан кейін солай той тойлайды. Шыр етіп дүниеге келгеннен бастап, яғни құлағына оны тек ән күйді арқылы қазақтың ұлттық дәстүрін сол дүниеге келгеннен бастап сіңіре бастаған екен, иә? Жақсы отыра қойып. Ал барлығымыз қосыламыз ба? Дәптерді ашып жазамыз. Жазамыз. Біз тыңдалым мәтінін және оқылым мәтінін танысып үйде оқып келуге берген болатынбыз. Сол бойынша тапсырма орындаймыз. 4-ші тапсырма не істеу керек екен? Оқып жіберіңізші кәні. Дамир оқы. 4-ші тапсырма. Не істеу керек? Тыңдалым мәтінде құрмаластар қай түрі? Сауалдас құрмалас, сабақтас құрмалас, аралас құрмалас. Жері кездескенін назар аударып ойларды мысалдармен дәлелдеңіз. Яғни бізде тыңдалым мәтіні үйге берген. Сол тыңдалым мәтіні ішінде қандай құрмалас дейді? Салалас, сабақтас, аралас. Біз өткенбіз, иә? Оны құрмаласып өткен кезде. Ал қошқар мүгісі. Ал қай санды таңдайсың? Арада үшеу тұр екен. Біреуін таңдай ғой. Мәдеден сосын көрсетеміз. 5 таңдаймын. Ал 5. Не дейді? 1, 5, 8 салалар. Тәрбиелеу арқылы іште жатқан шарадан тәрбиелеген. Дұрыс па салалар? Айталық жүкті келінге лас жұмыстарды істетпейді. Жаман хабар естітпейді. Дұрыс па? Яғни жүкті келінге лас жұмыстарды істетпейді. Бірінші жай сөйлем, иә? Баяндаушы қандай? Дамир, қарашы мына сөйлемге. Жұмыстарды істетпейді, жаман хабарды естіртпейді. Бірінші, жұмыстарды істетпейді, хабар естіртпейді. Баяндаушылар тиянақты ма, тиянақсыз ба? Тиянақты, ендеше салалас болады екен. Отырады ережені ұмытып. Ал Дінмұхамед келесіне шық. Қой, кітапты қоямыз. Қол сөзгеш. Ал қайсаңыздар? Ал отырға көмекке келгені, бала дүниеге келген күні кіндігіне кесілгеннен кейін сәбилі болған шаңырақта түнімен ән айтылады, күй тартылады, шілдехана жасалады. Бұл салалас құрмалас болып саналады. Дұрыс. Шілдехана жасалады. Жақсы, дұрыс. Ал сен де тиянақсың. Ал Ерасыл. Ал. Жүрек бейнесіндегі
tandayım. 4'tü tandırdı. 4 aralас құрмалас ekan. Endi al tabağı. Qısқасы қазақ қанша көшпелі ел болса да келінінде баланы да 40 күн күтіп ұрпағынан қамын ойлаған. Dürüst pa? Qamın oylanan. Жақсы. Dürüst. Aralaсын taптық. Енді бізде сабақта қалмады ya болса. Мына шыққан жоқсың ба? Бізге бір сабақтасты алып барып береміз. Салаласын тапты. Шықпағанда шықсын, бәрін шықпағанда. Андай түйе тағам ба? 10 дейді. Аралас құрмалас дейді. Бір сабақта істеп ғой ya. Ал, оқи ғой. Аралас табамыз. Айлы түнде жуындыруының мәні мынада. Ол болашақ немерем айдай көпке ортақ болсын, жарығы шарапаты көпке түссін. Содан кейін судай таза мөлдір болсын деген екен. Біріншісі қандай? Біріншісі жуындыру мынада. Мәні мынада, дұрыс қол нүкте қойылған. Я одан кейін Ол болашақ немерем айдай ортақ болсын. Дұрыс па келесесіне аралас құрмалас тапты. Жақсы. Бұл ойынды жақсы ойнайды екенбіз, табалады екенбіз. Жақсы. Анық? Алып кететінім адам қазақ әу бастан білген ғой. Ал. Қайсысы? Енесі құлаққа ерте апарып Туындыратын болған. Дұрыс па? Дұрыс. Жақсы. Ал. Не қыламыз? Бұл жерде, яғни тыңдалған мәтіндегі құрмалас сөйлем түрлерін ажырата білсеңде, және оларды дәлелдеп айта алсаңда 2 балл қоямыз. Тақтаға шыққан оқушылар. Ал. Ерасыл шығасың ба? Шыға ғой. Яғни бізде жай сөйлем берілген екен, не? Оқулықта. Жай сөйлем берілген, содан не қоямыз енді? Енді салалас болатын болса, салаласының қандай түрі? Мына үлгіде тұр. Үлгідегін жазып алыңдар бірінші, сөйтіп ары қарай. Дамыған елдерде халық саны күрт өсті, алайда дамыған елдерде табиғи өсім төмен. Яғни бұл қарсылықты салалас болып тұр, екі сөйлем бір-біріне қарама-қарсы болып тұр. Сол қарама-қарсын жасалу Жақсы отыра ғой. Қандай салаластың түрі? Себеп салдарын. Себеп салдар. Не себеп салдар? Не себепті? Соны көмектесу. Не себепті? Сөйлемде бір себеп салдар болып тұр, және де бұл жерде сондықтан деген жалғау бар. Аяқтасыңызшы. Оған ба? Мана анаға бір бал қоятын өзің екені. Не аламады ғой? Құрадың өзгерген өзіңізден практикасы. Ал айта ғой, ана тақтадан оқы, бір шетке тұр. Еуропа елдерінде демографиялық дағдарыс байқалады. Осыған байланысты ұлттың қартаюы орын алған. Бұл бізде себеп салдар салалас. Себебі бірінші сөйлем оның себебін білдіріп тұрса, екінші сөйлем оның салдарын білдіріп тұр. Сол арқылы байланысты және де осыған байланысты деген жалғаулығы арқылы сөйлем байланысты тұр. Дәлелдей алуымыз керек жазған сөйлемді. Жалғаулық болса, жалғаулық арқылы жасалып тұр деп айтып жүр тоже Лаура Ерасылда сол сияқты жалғаулықсыз түрін жаздың, сен соны дәлелдеуің керек тұр. Жақсы, дұрыс. Ал аяқтайымыз жаттығуды, балалар. Орындаған оқушылар өздерінің балымызды қоямыз, әділ. Келесі тапсырма енді. Сіздерге отбасы құндылықтары
құндылықтары керуені дейді. Суреттер береді сіздерге. Осы екі топқа бірнеше суреттер беріледі. Мына жерде мына қабырғада отбасы құндылықтары керуені тұр, иә? Яғни біздің ата бабамыз үнемі көшіп қонып түйенің үстіне жүгін артып алып жар жайлауға көшіп қонып жүрген, иә? Ол ешқандай. Ал енді керуен білеміз біздің осы өңіріміз Саудакент жібек жолының керуені, иә, бойында орналасқан қала болған Саудакент ауылымыз, иә? Міне біз осы енді отбасы құндылықтары керуені деген мына жерде сіздерге сурет беріледі. Осы суреттер бойынша қазір сіздер қандай әр отбасының өзінің құндылықтары бар ғой, сол бойынша әрқайсысын бөліп аласыздар. Юраға да беріңдер, Пашаға да беріңдер. Мен тақтаға осы әр отбасында болатын құндылықтарды сол бойынша суреттер бойынша бір минут уақыт беріледі енді. Юра сөйлеуге дайындал. Бірінші сөйлейсің. Ал қай топ болды бірінші қазір сөйлеуге дайынбыз ба? Бірінші ал Юраны сөйлеп, дұрыс ал. Айтамын. Ана жаққа барып, бері қарап тұр. Баланың атаға аңдысыған заттың. Не дейді? Мен бұл суретте баланың атаға аңдысыған заттың. Анада, бұл жақта үлкенге сәлем беру, е? Жақсы, дұрыс. Ана жерден алды, жақсы алды. Ана жерден алды. Ол қай құндылыққа жатады? Құрмет, ізгілік дейді, дұрыс. Ана тұр. Келесі тездетеміз кәні. Ал бірінші сендер осы топ тез біле бересіңдер. Мен бұл суретте отбасының тату-тәтті бірлігі әркім өзінің шаруасын істеп жатқанын көрдім. Яғни атасы домбыра шертіп отыр, қызы ойыншық ойнап отыр, әкесі мен баласы бірге шахмат ойнап отыр. Ал анасы өзінің жұмыспен және де әжесі өзінің тоқырамен айналысып отыр. Яғни бұл отбасы бір-бірімен бауырмал және де әркім өзі сүйіспеншілікпен өздерінің Келесі, сен ынтымақ пен бірлік па? Ынтымақ пен бірлігі жарасқан отбасы екен, иә? Бұл суретте мен ынтымағы мен бірлігі жарасқан отбасыны көріп отырмын. Bir шаңырақтың астында әңгімелері жарасқан, жауапкершілігі, сүйіспеншілігі мол, осындай отбасы, иә? Ол қай құндылыққа ілесің? ынтымақ пен бірлік. Жоқ, сүйіспеншілік пен қамқорлық жерің ал жақсы. Ары қарай қазір тұрысқа кеткен, қарай кел шық. Сендер дайындалып отырыңдар. Иә, дастархан басында ас ішіп, бұл жерде қай, яғни бір-бірімен ынтымағы жарасқан отбасы екен. Кел, Мұхаммед. Мен бұл суретте ата мен әженің немерелеріне өсиет айтып жатқанын көріп отырмын. Бірге ас ішіп жатқанын. Өте жақсы. Бұл жерде ата-ананың былайша айтқанда үлкендердің өз кішкентай балаларына жауапкершілікпен, яғни тәрбие беру, иә? Ары қарай. Қай құндылыққа жауапкершілік береді, иә? Өйткені ата-ананың міндеті ғой, иә? Үлкендердің міндеті ғой. Отбасындағы балалардың тәрбиесі ата-ананың, иә, жақсы. Ары қарай. Шығамыз сөйлетеміз. Бұл суретте барлық отбасының ынтымақпен, бірлікпен, адамгершілікпен стол басында тамақ ішіп отырғаны бейнеленген. Дастархан басында тамақ ішіп отырғаны бейнеленген. Ол ынтымақ пен бірлікке. Ынтымақ пен бірлікке дейді. Ары қарай өзіңнің неңді шық, мұрасың.
ichib o'tir, bir-biriga qamqo'rlik jasay o'tir, bir-biriga suyishpenchiligin ko'rsatib, yaxshi aql ko'chmanmi? Aytaman. Benim söylediğimde Aşraf'tan aslında 4 göz tügel ortadan otbası beyinlenген. Bu жерде бүкіл қызылық аз ішіп алады. Қай құндылыққа жатқызамыз? Сүйіспеншілік пен қамқорлық. Жақсы, өте жақсы. Барлығымыз өзіміздің балымызды барлығымыз көріп қоямыз. 2 балды. Жақсы, өте отбасы құндылықтарын жақсы білді. Өйткені отбасы құндылықтары керуені арқылы және тыңдаулы мәтініндегі және Дінебек Ахметованың айтқан әңгімесі интервью арқылы білген болатынбыз. Енді мен сіздерге мынау әрқайсысын ертеңгі күні бір-бір үйдің отбасы боласыңдар. Мынау киіз үй береміз. Тірегі боласыңдар, ер азаматтарымыз әр отбасының қыздарымыз анасы боласыңдар. Соған өздерінің ойларын бүгінгі сабақ бойынша жазамыз. Мына артында жазамыз. Бүгінгі сабақ бойынша ұсыныстарыңыз болса жазып, өз ойларыңызды барлығымызға жетті. Мынарада кері байланысты суреттер бүгінгі сабақ бойынша. Яғни қазақтың кең даласында сонау Алтайдан Атырауға дейін алып жатқан ұлан-байтақ жерімізде біздің қазақтың әрбір отбасы көбейе берсін, сол отбасында балаларымыз өсіп өне берсін. Сол жаңа киіз үйді мына жерге әкеліп ілеміз балалар, ойларыңызды жазып. Етегінде қараш қандай қазақтың даласында біздің киелі тұлпарымыз, жылқылар жайылып жүрген. Al bağalauды әкеліп өткіземіз. Әдемде білеміз. Ертең болса қазақтың ұлтын сағын көбейтетін сендерсіңдер. Ал мұрасын тоғыз бал ешберіне қойыпты. Дұрыс. Ер астында 9 бал қойыпты. Жақсы. Diğerlerle toplum, Yaksı, Kalkın, Yura, Vestal, Yaksı, Kalıran,